Ассалаумағалейкум барша дірімілігі сүйер қауым. Қалайсыздар? Арныма қош келіпсіздер. Әдеттегідей достар, каналымызға тіркеліп лайк басып, комментарий жазып барынша қолдап жіберіңіздер осы видеоны. Әрбір қолдауларыңыз келесі видеоның шығуына себепкер болатын болады. Сол себепті қолдауларыңызды аямаңыздар. Өткен шығарылымда біз кристалға пак ашқан тұғынбыз. Видеосы каналымызда тұр. Егер көрмеген оқырмандар болса көрсеңіздер болады. Бүгін сол жаңа аккаунттың үшінші шығарылымы жалғасы әрине. Жақсылап қолдап жеріңіздер достар. Ал біз әдеттен озбай, көп созбай бастайық онда. Кеттік ал. Ең бірінші мен Найерге кіріп 7 кристалды алып алғым келіп тұр. Жақсы. Енді трансферға кіреміз. Бұл жерде мен жаңа ғана Найердегі турнирді ұттым. Енді бізде бір агент игрок бар. Соны ашып көрсек қалай болады екен. 28 игрок толып кеткен. Заменада біреуін жібере саламыз. Кез келген. Давай. Жібере салайық. Қазір енді агент ашып көреміз. Ван Дейк сияқты бір ойыншы түссе өте керемет болады. Неден негізі Аргентина, Хулиан Альварес па или Дибала түсті. Жақсы. Енді бізге заменадағы игроктарды сату керек. Алдымен битик. Командаға өтіп алайық та, тек қақпашыларды таңдайық. Жоно заменаға кетпейді. Мынау да кетпейтін шығар. Примерно осылай. Дибала енді бізге керек па, керек емес па деп ойланып отқаным бар енді. Дәл осылай енді біз сатып жіберейік. Рейндерс, физподготовка, Ромеро тоже самый, Телемансты кетсін, Фатхи деген игрокта кетсін, Черный бәрі жақсы ойнап берді. Диамонде ма қалай? Малайсияда кетсін. Енді бізде Дибала бар, Дибаланы жібереміз ба, жібермейміз ба ойланып тұрғаным. Керек па бізге? Но пока особо прям керек емес сияқтышы. Одан қарағанда Мактомина керек па? Білмей тұрмын достар. Сәл-пәл ойланып алайын. Негізі Наполиді жинайын ба деген ойым бар еді. Все-таки Дибаланы жібере салайық. Все, енді бізде көріп тұрғандарыңыздай өте көп мөлшерде тренерлер бар. Лучший состав деп бітіп қойық. Лукман, Родриго, Мактоминай. Қалған бәрі қақпашылар бізде. Енді осы қақпашыларды көп сатып алып қойған сияқты менше. Жарайды, нормально. Енді біз Найерде 48 тренер тұр достар. Бір скриншот жасап аласылайын. Жақсы. Енді біртіндеп дамытатын боламыз. Осы Лукманды қатты дамытқан кеп жүрген еді. Алдымен легендарныймен бастасақ деп отырмын. Өйткені бізде 3 ойыншы бар. Давай, кеттік ал. Лукман ускорениясы 100 болды. Давайте тағы біреу. И Лукман легендарный игрок болды, дамыған. Жық сәл жетпей қалған екен. Наяқта жақсы. Енді осылай біреумен жібереміз. Және де бізде Адемола Лукман фул болды. Хорошо. Осылай скриншот жасап алсақ болады. Өте жақсы ойыншы енді. Бізде уже бір ойыншы фул. Так, келесі 9 тренер бар екен. Ол енді Родригоға жету керек деп тұрмын өз басым. Ал кеттік ал. Скорость ускорение кетті батыр. Тағы дамытамыз. Так, ускорение 100 болды уже. Бізде 7 ретке қалды енді. Давайте. До конца дамытастайық. Кажется, Родригоға жетпейтін сияқты дамытуға. Так.
Скорость уже 94 болды. Енді бізде 3 тренер ғана қалды. Давайте до конца. 90 болды рейтинг. Бірандай бір мощный болып нетпей ма? Так, қанша болды уже? 91 болды бізде рейтинг. Енді бізде мынау обычный тренерлерді құртайық. Бәрі Родриго кетсе өте жақсы болатын еді, негізі Мактоминайға емес. Так, Мактоминайға кетіп қалды өкінішке орай. Так, Родриго 92 болды уже. Мактоминайға кетіп отыр бәрі. Так, Родриго 87 болды уже. Давайте. Жететін сияқты, кажется, если Мактоминайға кетіп қалмаса. Тек Мактоминайға кетіп атқаны бар да, наверде. Аз ғана қалды, давайте. Родригоға сәл қалды енді. 93 болды ғой деймін Родригоның рейтингі. Қателеспесем. Сәл ғана қалды енді. Жететін сияқты. Жетуі тиіс. Так, Мактоминай выносливость 100 болды. Так, енді Родриго футбол керексің. Жақсы, әрине футболда Родриго. Өте жақсы. Скриншот жасап алайық болғанда. Міне осылай дамыттық. Родриго футболда и Лукман футболды. Наверное, енді Мактоминайға сәл қалып жетпей. Оны до конца дамып тастаймыз ба, не істейміз? Сөйтіп тастайықшы. До конца қылып тастайық тренерлерді. Так, мне кажется, біраз 88 болды, Скорость 90 болды. Жақсы. Тағы бір скоростьқа кетсе. Сила 97. Скорость 91. Так, мынау енді примерно жете ма деген сұрақ болып тұр. Так. Осымен по идее боп қалды. Мактоминайға сәл ғана қалды негізі. Мына жерден примерно бір игрок сатып алып жіберіп жіберсек уже примерно футбол ойнап тұр. Мына жерден давайте сатып алайық осылай. Арзан бағада. Замена. Физикаға жіберіп жіберейік. Мына жерден скаут ашып жіберейік, давайте. И так. Жетсе жақсы болатын еді. Өте жақсы. 2 игрок бірден сатып аламыз. Екеуінде тұрамыз да қазір. Так, физикаға жібере берейік. Ақыры физиканы дамытып отырмыз ғой. Физика, давайте. Наверное, бір оператор артық екен негізі. Енді давайте. Скоростьқа барса екен енді. Жоқ, ускорение дамып отыр. Так, сила 98 болды. Сәл қалды Давайте тағы. Жоқ. Так, бұл жерде 85 рейтинг. 58 рейтингта 85 монета. Жақсы. И давайте тағы. 150 монета. Өте жақсы. Осы екеумен көре тұрайық енді. Физикаға жібереміз. Жетіп қалу керек, өйткені 36 кристалл бар еще. Давайте. Жетті, наконец-то. Достар, біз Мактоминайды да дамып тастадық. Керемет болды. Бұғанда скриншот жасап алайық. Осымен міне уже 3-ші шығарылымда небәрі 3 игрокты фул қылып тастадық. Өте жақсы. Енді ақырында ойыншылар сатып ала береміз. Видеоны жақсылап қолдап кетіңіздер. Сіздер үшін еңбектеніп түсіруге тырыстым. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Алдағы уақытта Наполидің құрамын жинасам деген ой бар енді. Өздеріңіз қалай ойлайсыздар, қолдайсыздар ма мені? Жақсылап видеоны қолдап жүріңіздер, достар. Таныстарыңызға бүкіліне таратып, лайктарыңызды аямаңыздар, комментарийларыңызды аямаңыздар, бәрі көмектесетін болады.
шабыт беретін болды жаңа видеоны шығаруына. Осымен бүгіндікке болды. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.